Жұлдызды ақиқатқа қош келдіңіздер. Анам спыртқымен ұрды. Әнші Сара Амангелді қызық оқиғасымен бөлісті. Қалың көрпеше мен Келінжан сериалында асылым рөлімен танылған әнші Сара Амангелді әлеуметтік желіде парақшасымен және ой пікірімен өз ойын айта жеткізді. Әнші осыдан 4 жыл бұрын әлдекіммен бәстесіп биіктен секіргенім үшін анасымен оңбай жазалағанын айтты. Мен негізгі таза томириспін ғой. 4 жыл бұрын тухфакон ғой. 2019 жылы ешкімге айтпас бәс үшін секіргенім. Мамам осы видеоны көргеннен кейінгі өзімді өлтіре салайын спыртқымен қуып ұрдым ғой. Бейне жазбада Сары биіктен ғимаратқа шығып нұсқаушыларының көмегімен төменге ойланбастан секірді. Сара жүректі жұтқан қыз екен. Спыртқымен жетпей ақ жүгіргенім тоқтап қалар еді. Мен батылдық, мен қызым осылай секіре өзім сабайтын едім. Сіздерге осы видео ұнайтын болса тіркеліп комментарий жаза кетіңіздер.